Бұл бәлкім еш жерде ешкімге айтылмаған тапқыр тәсілдер. Бірінші, кілтіңіз жоғалып кетіп үйге кіре алмай тұрсыз ба? Уайымдамаңыз. Құлыптың саңылауына екі гайкалық кілтті кіргізіңіз. Екі кілтті бір-біріне қарай қысып, иін күшін пайдаланып құлыптың өзегін ашуға болады. Екінші, егер қолыңызда кілт болмаса, құлыпты күшпен ашуға тырыспаңыз. Мұндай жағдайда магнит көмектесе алады. Магнитті құлыптың доғасының астына қойып жайлап тартыңыз. Құлыптың доғасы ашылып кетеді. Үшінші, магнитте жоқ па, онда ұстараның жүзін пайдалануға болады. Жүзді екі бүктеп сәл майыстырыңыз. Ұшынан кішкене қиғаш ұшын кесіңіз. Оны кілт салатын саңылауға кіргізіңіз. Ол уақытша кілт сияқты жұмыс істейді. Төртінші, шабаданның кодын үнемі ұмытып кетесіз бе? Алдымен дөңгелектерді айналдырыңыз. Істі доңғалақтардың арасындағы кішкентай саңылауды табыңыз. Сол саңылауды күміс түсті құлып ойығымен туралаңыз. Көріп тұрған әр саннан 3-ті азайтыңыз. Сонда бастапқы код шығады. Бесінші, ағашқа өздігінен бұралатын бұранданы бұрағанда, оның басы көбіне сыртта қалып ұқыпсыз көрінеді. Тәжірибелі ағаш шеберлері алдымен кішкентай бағыттаушы тесік бұрғылайды. Сонда бұранданың басы ағаштың ішіне кіріп, беті тегіс әрі таза болып қалады. Алтыншы, көлеңкелік торды орнатқанда кейде арқаны өткізетін тесіктер болмайды. Пластик бөтелкенің мойын бөлігін алыңыз. Қақпағына кішкентай тесік ертіп жасаңыз. Енді арқанды сол тесік арқылы өткізе аласыз. Бұл қысымды біркелкі таратып, торды берік ұстайды, әрі оның қызмет ету мерзімін ұзартады. Жетінші, пластик бөтелкенің бүйірінен тесік кесіңіз. Оны май құятын бөтелкенің аузына кигізіңіз. Сонда май біркелкі әрі бақылауға оңай ағады. Бұл тәжірибелі механиктердің қозғалтқыш майын құйғанда қолданатын тәсілі. Маған тіркеліңіз.